Білімділердің жарысы. Абай атындағы Қарағанды мектеп-гимназиясында мұғалімдердің басын бір арнаға қосқан Брайан Райан зияткерлік ойын өтті. Толығырақ тілші сабақтайды. Брайан Райан бұл жас мұғалімдердің білімін ойын түрінде тексеруге бағытталған интеллектуалды жарыс. Ойында әділ өткізу үшін ұйымдастырушылар бір командада бір мектептің қатысушылары болмау үшін барлығын жеребе әдісімен бөлді. Іс-шара Қарағанды қаласының білім министрлігінің бастамасымен жүзеге асты. Енді бүгінгі мектебімізде Қарағанды қаласының жас мамандары мен бірлесіп өткізілетін Брайан Райан ойыны. Яғни бұл Қарағанды қаласы білім бөлімінің арнайы жоспарына сәйкес, яғни алаш айлығы қазір өтіп жатыр. Сол алаш айлығы жоспарының бір тармағы ретінде барлық Қарағанды қаласының мектептерінің жас мамандарының арасында интеллектуалдық ойын түрінде өткізіледі. Мұндай іс-шара Абай атындағы мектеп гимназиясының қабырғасында бірінші рет өткізіліп жатқан жоқ. Өткен жылы мектеп облыстық форумға қатысты. Ал осындай шараларды ұйымдастырудың басты мақсаты оқушылардың ғана емес, жас мұғалімдер арасында да мәдениетті дамыту мен нығайту. Өз жерімізде өзіміз бодан болып, жерден, дінден айырылып, жер байлығының қызығын жаттар көріп, өмір бойы өксікті өскен ел едік. Ол боп жер бетінде жүре беруге болады. Абылай Дүйсен Абай атындағы мектеп гимназияның 10-шы сынып оқушысы. Оның айтуынша мұндай кездесулер қоғамның дамуында маңызды рөл атқарады. Осындай іс-шараларды көптеп өткізсе дейді. Бүгін сіздерге өткізейін деп жатқан бұл жаңағы қойылым алаш зиялылар туралы, солардың идеялары, олардың шығармаларын ұмытпау, жастарға үндеу және де алаш зиялыларын дәріптеу. Негізгі мақсатымыз осы. Мен осы жерде Міржақыптың «Оян қазақ» өлеңін оқимын. Сол өлеңде жаңағы халықтың ояну керек туралы өте жақсы шығарылған өлең. Соны оқимын. Қарағанды қаласы білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Төлеубике Байжігіт қызының айтуынша, жоспардың басты мақсаты мемлекеттік тілдің имиджін дамыту және көтеру болды. Бұл идеяны жүзеге асыру үшін қаланың 23 мектебінің жас мамандары жұмылдырылды. Бұл жобаның негізгі мақсаты мемлекеттік тілдің имиджін көтеру, мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтату деген бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Осы зияткерлік модернизация жобасы аясында бізде 23 мектеп, Қарағанды қаласындағы 23 мектеп жұмыс жасайды. Оның ішінде бүгінгі өтіп жатқан Брайан Райан іс-шарасы, интеллектуалды ойыны. Негізгі біз осы 23 мектептің ортасындағы ынтымақтастықты нығайту, яғни бір-бірімен жақын араласуына, тәжірибе алмасуына ықпал ететіндей жас мамандарды жинап, әрі қарайғы жұмыстарында да жас мамандар бір-бірімен араласса, өздерінің идеяларымен бөліссе, қоян-қолтық жұмыс жасаса деген ниетіміз бар. Мектеп 13 қараша мен 13 желтоқсан аралығындағы уақытты толықтай алаш партиясы мен алаш зиялыларына арнап отыр. Ал Брайан Райан ойыны аяқталғаннан кейін жас мамандар осындай форматтағы басқа да іс-шараларға қатыса алады. Абай атындағы мектеп гимназия директорының айтуынша, келесі жылы бұл кездесу Red X форматында өтеді деп жоспарланып отыр. Аяқталғаннан кейін бұл жерде үздік командалар анықталады. Определенный жеке дербес бір мектеп емес, аралас бір команданың ішінде бірнеше мектеп отырады. Ал соңынан кейін біз келесі Red-X форматында келесі мектепке оны жолдаймыз. Диас Елемес, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.